Назар аударыңыз. Керемет хабар. Осы хабарламаның астына бір емес ондаған лайк бассаңыз, оған тұрарлық. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Ең соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарында білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Қабатулланың қабырғаларын ұстасын. Депутат әр балаға 70 мың теңге жәрдемақы беруді ұсынды. Мәжіліс депутаты Гаухар Танашева бүгін жалпы отырысында әр балаға 70 мың теңге көлемінде мемлекеттік жәрдемақы тағайындауды ұсынды, деп хабарлайды КАЗ 365 КЗ. Ол атаулы әлеуметтік көмекті алып тастап, жаңа әлеуметтік жәрдемақы тағайындауды сұрады. Оның айтуынша, бұл әлеуметтік проблемаларды шешеді. Құрметті көрермендер, осы хабарды көптеген достарыңызға жіберіп, астындағы бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Сау саламат болыңыз.